президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауы осы жылға айтылған өте маңызы зор болып тұр. Себебі қазір геосаяси ахуалға байланысты бүкіл әлемде болып жатқан экономикалық дағдарыстар, инфляциялар жалпы осы біздің еліміздің тұрақты дамуына үлкен әсер етуі мүмкін. Сондықтан біздің президентіміз осы тәуекелдіктерді болдырмау үшін, еліміздің тұрақты дамуы үшін жолдауда бірнеше бағыттағы мәселелерге көңіл бөлуді. Енді негізгі тармақтарына келетін болсақ, жолдаудың біріншіден жасанды интеллектті дамыту мәселесі, және де ауыл шаруашылығында азық-түлік өнімдерін, мал шаруашылығындағы оларды толық өңдеу мәселелеріне, және де импорттан тәуелділікті төмендету жөнінде көптеген мәселелерді ашып айтты, және осыны тездетіп жұмысты жүргізуді талап етіп отыр. Ал енді қазіргі біздің Қазақстан экономикасының драйверінің бірі ауыл шаруашылығы болып табылады. Сол ауыл шаруашылығының өнімдерін толық өндіріп, импорттан қалай импорттың деңгейін төмендетудің көптеген жолдары бар, резервтер бар, мүмкіндіктер бар. Сондықтан осы мәселелерді шешуде біздің қанатындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінде осындай мүмкіндіктер осы жолдауда ары жүзеге асыруға көптеген ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Осы уақытқа шейін қазір 60 жылдық тарихы бар университетіміз біздің ауыл шаруашылығы жағынан, техникалық жағынан осы біздің еліміздің экономикасына үлкен үлес қосып келеді. Қазіргі жағдайда біздің университетімізде осы мал шаруашылығын дамытуда өнімді толық өңдеп, одан осы өзіміздің отандық тауарларды терең өңдеп, оны өзіміздің экономикамызға, Қазақстан экономикасында жұмыс істеуге үлес қосып жатыр. Осы біздің ғалымдарымыз, ауыл шаруашылығы саласындағы, техникалық саласындағы ғалымдарымыз осы жолдауда айтылған мәселелердің бәрімен айналысып келеді, және де осы жолдаудан кейінгі айтылған үлкен міндеттемелерді орындауға біздің университеттің ұжымы, профессорлар, оқушылар құрамы дайын деп есептеймін. Әсіресе мынау жас ғалымдар қазір осы бағытта көптеген жұмыстар жүргізіп отыр. Және де мынау мұнай-газ саласындағы проблемаларды айтып отыр. Терең өңдеу мәселесі бойынша, және мынау табиғи шикізаттарды, техногендік шикізаттарды терең өңдеп, олардан мынау қазіргі әлемдік бәсекелестікке қабілетті материалдарды өзімізде шығарып, оны мынау импорттық тәуекелден төмендетуді біздің осы университет ғалымдары осы уақытта үлкен жұмыстар жүргізіп отыр. Оның ішінде гранттық қаржыландыру бойынша, мақсатты бағдарламалар бағыты бойынша, коммерциализация бағыттары бойынша да үлкен бізде ғылыми нәтижелер бар, өндіріске ендіріліп жатыр осы мәселе. Енді осы жаңа жолдауда айтылған көптеген осы мәселелерді жүзеге асыру мақсатында біздің университетімізге де қосымша міндеттер жүктеліп отыр, жауапкершілік жүктеліп отыр. Оған қазір жасанды интеллектті біздің студенттеріміз, магистрант докторанттарымыз өзінің жұмысында, ары қарай ғылыми жұмыстарда, оқу процесінде осы біздің студенттерімізге терең үйрету мәселесі. Оларды сол бітіріп шыққаннан кейін жасанды интеллекттің барлық мүмкіндіктерін өзінің жұмысқа орналасу кезінде ары қарай да біздің мемлекетіміздің экономикасына жұмыс істеуіне біздің кадрлар дайын болып шығу керек. Осы мәселеге біздің университетіміздегі басшылығымыз оған үлкен мән беріп отыр. Бұл бағытта да біздің университетімізде арнайы
арнайы департаменттер мен басқарулар бар. Ол бағытта үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көптеген компьютерлік бағдарламалар осы біздің оқу процесінде пайдаланады. IT мәселесі, цифрландыру мәселесіне де көп көңіл бөлінген. Қазір біздің көптеген инженерлік мамандықтар дайындауда компьютерлік бағдарлама кеңінен қолданады. Қазіргі біздің студенттеріміз осы диплом жобалау кезінде, ғылыми жұмыстар жобалау кезінде осы программаларды кеңінен қолданып отыр. Әрі қарай осы жолдаудың барлық сатыларында, барлық тармақтарында жүзеге асыруға біздің осы ұжымымыз, профессор оқушылар құрамы үлкен еңбек етеді деп сенім білдіремін.